Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен мен Үсіпбек Темірдан сіздерге ежелгі Қазақстан, яғни Қазақстан жеріндегі тас ғасыр туралы айтып беретін боламын. Қазақстанда тас ғасыры шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 2,5 миллион жыл бұрын басталып, біздің заманымызға дейінгі 3000 жылға дейін созылды. Ол 3 кезеңге бөлінді. Ежелгі ерте палеолит, ең алғашқы адамдардың, яғни синантроп, питекантроп өмір сүрген дәуір. Негізгі құралдар қолшапқылар, қашау, найза ұшы. Одан кейін орта палеолит, мустье кезеңі, яғни неандерталдықтардың өмір сүрген кезеңі. Адамдар отты қолданды, аң аулады, қауымдасып бірге өмір сүре бастады. Одан кейінгі палеолит, қазіргі адам Homo sapiens пайда болды. Еңбек құралдарына келетін болсақ, еңбек құралдары жетілдірілді. Сурет салу және де алғашқы өнер дамыды. Кейінгі кезең бізде орта темір кезеңі, яғни мезолит кезеңі. Біздің заманымыздан бұрынғы 12.000 және 5.000 жылдың арасын қамтиды. Бұл жерде садақ пен жебе, бумеранг сияқты жаңа құралдар шықты. Аңшылық, яғни жеңілдеді. Осы садақ, бумеранг арқылы және де балық аулау кеңейді. Одан кейін бізде жаңа тас ғасыр кезеңі, яғни неолит кезеңі. Біздің заманымыздан бұрынғы 5.000 және 3.000 жылдықта адамдар егіншілік пен мал шаруашылығына көшті. Тастан тегіс етіп жасалған балта, дәніккіш, қыш ыдыстар пайда болды. Қоғамдық құрылысына келетін болсақ, алғашқы адамдар ру қауымында өмір сүрді. Бірнеше ру бірігіп тайпа болды. Қоғамда теңдік болды, бәрі бірге еңбек етті және де өнімді ортақ бөлді. Шаруашылығына келетін болсақ, бастапқыда аңшылық және терімшілік басты рөл атқарған, кейін егіншілік пен мал шаруашылығы пайда болып, адамдар тұрақты қоныстар сала бастады. Наным сенімдері. Адамдар табиғат күштеріне табынды, яғни желге, суға, отқа, күнге. Аруаққа сену, жерлеу кезінде зат қою сияқты діни тәсілдер қалыптасты. Қысқаша түйінетін болсақ, тас ғасыры адамзат тарихындағы ең ұзақ кезең. Бұл уақытта адамдар табиғатты игеріп, еңбек құралдарын жетілдіріп, қоғам мен рухани өмір негізін қалады. Кейін бізде бұл Қазақстан жеріндегі қола ғасыр, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 2000 жылдық, біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырды қамтиды. Қола дәуірі Қазақстан тарихта металл өндіру мен қолдануды басталған кезеңі. Бұл кезде адамдар мыс пен қалайыны араластырып қола жасап үйренді. Негізгі ерекшеліктері қоладан еңбек құралдары, яғни пышақ, балта, орақ және қарулар, найза мен қанжар жасалды. Мал шаруашылығы мен егіншілік қатар дамыды. Кен өндірісі кең тарады. Мысалы, Жезқазған, Қалба, Нарым жерлерінде. Тұрмыстық бұйымдар мен әшекейлер жасалды. Мәдениетіне келетін болсақ, қола дәуіріне белгілі андронов мәдениет, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасыр аралығында. Негізгі аймақтарына келетін болсақ, орталық және солтүстік Қазақстанда көп болды қола дәуірі. Тұрғын үйлер үлкен, сопақ немесе төрт бұрышты етіп салынған. Қыш ыдыстар өрнекпен безендірілген. Қоғамдық құрылысына келетін болсақ, алғашқы еңбек бөлінісі пайда болды, яғни ерлер малшы, әйелдер егінші болып жұмыс жасады. Меншік пен байлық айырмашылығы осы кезден бастап жаймен көріне бастады. Рух қауымының орнына тайпалық бірлестіктер қалыптасты. Наным сенімдері. Адамдар отқа, күнге, ата, баба рухына табынды. Жерлеу дәстүрі оларды тож дамыды, яғни қабірге қару-жарақ, әшекей, тағам қойылды. Бұл өлгеннен кейінгі өмірге сенудің белгісі болды. Қысқаша түйінетін болсақ, қола дәуірі Қазақстандағы алғашқы өндірістің металлургия, яғни мал мен егін шаруашылығын дамыған, ал қоғамда әлеуметтік теңсіздік пен діни нанымдардың қалыптасқан кезеңі. Көшпелі мал шаруашылығының пайда болу кезеңі, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықтың төңірегінде. Көшпелі мал шаруашылығы Қазақстан жерінде қола дәуірінің соңында біздің заманымыздан бұрынғы 1 мыңжылдықта қалыптасқан өмір салты. Бұл кезде адамдардың басты кәсібі мал бағу болды. Пайда болу себептері: дала мен шөлейт жерлердің көп болуы, егіншілікке қолайсыз аймақтарда мал өсіру тиімді болды. Атты қолға үйрету және арба, ер-тұрманның пайда болуы қашық жерлерге көшуге мүмкіндік берді, яғни көшіп қонуға негізделді. Табиғат жағдайларына бейімделу. Мысалы, кейбір жерде бізде Қазақстанның жерінде кейбір жер шөлейтті, кейбір жер орманды алқап болғандықтан көшіп қону осы кезден басталды.
себебі мысалы жазда жайлауға, қыста қыстауға дегендей. Негізгі ерекшеліктеріне келетін болсақ, мал жыл бойы жергілікті жайылымдарда бағылады. Малдың түрлеріне келетін болсақ, қазіргі 4 түрлігі, яғни жылқы, қой, сиыр, түйе малдарын бақты. Жайлау, күзет, қыстау, көктеу сияқты маусымдық көшу дәстүріне қалыптасты. Көшпелілер үшін жеңіл киіз үйлер, яғни киіз үйлер болды. Оларды біз 30 минутта жинап, 30 минутта құратын болған. Қоғамдық өмірі мал байлықтың басты өлшеміне айналды. Тайпалар мен рулар бірігіп, көшпелі қоғамда құрылды. Ер адамдар мал бағу, аңшылық, жауынгерлікпен айналысты. Әйелдер киіз үймен тұрмысқа жауапты болды. Маңызына тоқталсақ, көшпелі өмір салты дала тұрғындарының төзімділігін, еркіндігін арттырды. Кейінгі дәуірлерде бұл өмір салты сақтар мен ғұндардың, түріктердің мәдениетіне негіз болды. Қысқаша түйіндейтін болсақ, көшпелі мал шаруашылығы табиғатқа бейімделген, еркін өмір сүруге негізделген шаруашылық түрі. Ол қазақ халқының ежелгі дәстүрі, мәдениетінің бастауы болып саналады. Кейінгі бізде 4-ші тақырып салтатты өркениеттің пайда болуы және оның маңызы. Пайда болуы салтатты өркениет, яғни адамның атты көлік және соғыс құралы ретінде пайдаланушы болып, алғаш рет біздің заманымыздан бұрынғы 2000 мыңжылдықта қазіргі Қазақстан Еуразия даласында пайда болды. Бұл жаңалықты алғаш енгізген андронттар мен сақтар. Негізгі белгілеріне тоқталсақ, атты қолға үйрету және ер-тоқым, үзеңгі, ауыздық сияқты жабдықтарды жасау. Адам ат үстінде жылдам қозғалып, аң аулап, соғыс жүргізе алатын болды. Ат байлықтың, мәртебенің және еліктің символы болды. Маңызды көшпелі өмір салтының дамуы. Аттың көмегімен малды алыстағы жайылымдарды айдап, көшіп қонуға жеңілдеді. Әскери күші артты, яғни атты жауынгерлер жылдам, жеңіл, шабуылдаушы күшке айналды. Бұл көшпелілерге ұлан-ғайыр даланы қорғауға мүмкіндік берді. Сауда мен мәдени байланысты болды. Мысалы, ат көлігі арқылы үлкен арағаштар, яғни Ұлы Жібек жолы сияқты сауда жолдары дамыды. Мәдени ықпалы атқа байланысты аңыздар, ойындар, көкпар, бәйге және жырлар пайда болды. Қысқаша түйіндейтін болсақ, салтатты өркениет дала халқының үлкен жаңалығы. Ол адамдардың өмірін түбегейлі өзгертіп, көшпелі мәдениеттің, әскери өнердің және дала өркениетінің негізін қалады. Назарларыңызға рахмет.